сағаттан кейін сізде кететін жақсы ғой мына жерден. Я балдарың жоқ, я күйеуіңіз жоқ. Қақты өзі мына той иелері. Алар кетіп қалған жоқ па, той бітті деп. О, қайдан білсін олар бірінші рет үйленіп отырған. Нұрсұлтаннан бұрын үлкенін тауып алады. Еркош! Еркомай! Әйелім қайда? Бар тауып кел. Әкеліп та звондашы еді. Үйде қалай шақырасыз? Ерекеңді? Папасы. Папасы. Шақырыңыз. Жаным ағам. Ағам уже не тот. Уже күліп атыр. Неге күліп атқанын айтайын ба? Тойының күшті өтіп жатқанынан мәз болып атыр. Той күшті өтіп атыр, айтыңыздаршы. Тойларыңыз құтты болсын. Осы болар Алланың жебегені, осы болар бір құдайдың демегені. Алдарында ағайын қол соғыңдар, Ералының қыз жібекпен төлегені деуге бола ма? Мына екі арай сізді болады ма? Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Сәуалдар яқшымы, ішлер яқшымы? Мұғалар чағымы? Келіңіздер. Рахмет. Қыз жолдас, жігіт жолдас, отыра берді сіздерге дұмға түші. Нұрсұлтан, әйеліңді қатты сүйесің ба? Я. Жұбайыңызды сүйесіз ба? Я. Отқа суға түсесіз ба? Түсем. Конкретно қайсына түсесің? Екеуіне де түсем. Бірінші. Отқа. Жанғасын суға түсесің. Молодец, бас істепті. Отқа түсіп, жанғасын суға түсіп. Ошы мұлай, артында екі арай, сосын өзіңнің жұбайың тұр. Қазір көзіңді байлайын. Үшеуі кезекпе-кезек бетіңнен сүйеді. Кім сенің Маликаң екеніңді тапсаң, таптың, таппасаң арай, екеуіңе де давай дейміз. Келсіп па? Ешкім айтып қоймасын. Кім айтып қояды, соны Чапайдың өзекшілі деп жариялаймыз. Нұрсұлтанның достары, бір шапалақ соғы жүреді бәріміз. Не бар ма? Андай орамал, басқа тартатын шарпа бар ма? Кімде бар андай? Жіппа асылып қалатын не бар? Галстук. Галстук болмайды деп. Попробуй. Бұза береді ма бұл? Жоқ. Қорқытпасаң кетпейді олар. Нұрсұлтанға шапалақ соға жүрек. Көрмей ма Нұрсұлтан? Көрмей ма? Жоқ. Маэстро! Шапалақ қайда? Молодец, жоқ дейді. Молодец. Осман? Жоқ. Шапалақ қайда? Молодец. Осман? Осы. Ол емес десе. Жаңа күшті сүйді десе. Негізі Нұрсұлтан қатты сүйеді екенсің әйеліңді. Кімнің сүйгенін айтпай ақ қояйын.
ужасный вообще. Негізі, мынау істейді ғой сені. Білесің ба неге? Бұл біліп отыр, атың кім? Нұркенің сүйгенін біліп отыр негізі. Просто бұл әйеліне деген махаббаттың орнына сендерге достарына деген махаббатты жоғары қойып тұр. Еркек па? Қалай құтқарып жібердіңдер? Папаны да көріп жібереміз ба десең? Папаң біріншіден осы дейтін сияқты. Тұра ғой. Мен бір сұрақ қойғым келіп тұр да осы отбасынашы. Бірінші Нұрсұлтан, Алла қаласа 9 ай оғынан кейін ұл или қыз? Бұйыртса ұл. Сіз? Бұйыр ғана. Өйтіп тағыба болмақ қойыңдаршы, мен просто сұрап өтмекші. Қайттан? Ұл. Ұл. Ол өздерінің проблемаларын біз араласамыз. Балама, келін балама. Такс нагрузкаға түсіп қалды ғой деймін, қарап отырғандай еді ме? Жоқ, ұлыңыз ба, қызыңыз ба? Біреуін таңдаңыз. Мама біреуін таңдайды. Оған екі өңді ғой? Біреуін айтасаңыз, ренжімейді. Келдім. Короче, отыршы бұрына әңгімеде. Ашып маған сүйленіп жатыр. Нұрсұлтаншы, неге ұл сүйгенді қалай деген. Құдайдың бергені ғой. Бірақ менің тойым басқарғандар міндетті түрде ұл туады. Болмаса қыз туады. Точно біреу туады. Просто былай істейік. Қазір мына жерде екіге бөлінеміз да команда. Сіз ұлыңыздың командасында боласыз ба, или келіннің командасында боласыз ба? Ұлдың командасы. Шапалақ солай. Ұлдың командасында. Мына жаққа өтіңіз. Енесі, папасы мына жаққа өтіңіз. Балаңыздың қасына. Түзеу жүреді. Өзі білдіртпейді өзі. Түзеу жүреді өзі. Өзі білдіртпейді түзеу бұлай. Сол жақ. Жіктер. Брат, сақал не работа жегір ғой. Қалай істейік жіктер? Папаны Нұрсұлтанды қолдаймыз. Мына жақ, сол жақ. Оң жақ, мама мен Маликаны қолдаймыз. Көрейікші бірінші. Оң жақ! Сол алға қазір көресіңдер. Папа мен Нұрсұлтан! Малика мен Сара! Соғыс болады, короче. Мына кісі 29 жылдан бері соғысты жатыр, сенің соғысың енді басталып жатыр. Бұл әйел мен еркектің соғысы. Бұл соғыста жеңе алмайсыңдар, сразу айтайын. Бұл соғыстың жаман жері күні бойы атысқан жауы кешке көз бақырайып жанында жатады, я ата алмайсың, я пілетте салмайсың. Бұл өмірдің заңы. Короче, оң жаққа бір өлең, сол жаққа бір өлең қоямыз. Сіздер мына жақты айтқызамыз былайынан, мама мен келін мына жақты айтқызамыз. Қай жақ мықты айтады, сол жақ жеңімпаз. Бірінші немеренің атын Құдай қаласа. Папа қояма, сіз қоясыз ба, әйеліңіз қояма? Не қоям да ол? Кім қояды? Папасы қояды, атын мен тауып беремін десеңші. Жоқ, онда былай істейміз. Кім жеңеді, егер папа жеңсе, жақсы ниет етейік. Жақсы ырым, ол сіз жеңесіз ба, кім жеңеді, ең бастысы немеренің атын сіз қоюыңыз керек. Сондықтан кім? Асыл басында не істемесіңдер? Отыра қалыңдар. Саған галстук алып беремін десеңші. Осылай өз мойныңда жоқ қой галстук алып. Кет, маэстро! Бірінші ән!
Ана жақтағылар аши концерт көріп отыр. Дальше. Маэстро, тоқтатпа. Ұйықтама, таяқсыңдар. Бәріміз ақ салфетканы алады, таза болса. Бәрі алады. Бәрі ақ пакетті алады, ақ салфетканы. И бүгінгі 5-ші июнь күні, маусым күні болып жатқан Қазақстандағы
өзгерістер, анау мынау, ол біздің тойға қатысы жоқ. Ең басты өзгеріс Ерекең мен Сара анамыздың үйімізде болып жатыр. Өткені Нұрсұлтан мен Маликамыз отау құрып жатыр. Ендеше осы екеуінің құрметіне көк туымыз мәңгі желбіресін. Кеше ана шизама, пизама біреу шығып, көк туымызды бір бәле деді ғой. Давай мынаны Инстаграмға саламыз қазір. Көк тудың қадірі, қазақтың қадірі, қазақтың туының, қазақтың ұранның қадірі қалай екенін бүкіл елге көрсетейік. Мына жерде прямой эфирді ютубта мыңдаған адам қазір прямой эфирді көріп отыр. Құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ елі, бүгін Нұрсұлтан мен Маликаның кешінде осы әнді барлық қазақстандықтардың құрметіне арнаймыз. Қабылдаңыздар. Қазақстан мәңгі жасасын деп Алла қаласа, бірінші немеренің атын ұл туса Ерекең қояды, қыз туса Сара анамыз да, екеуі де вообще дым қоймайсыңдар. Потому что бірінші шөберенің атын әжеміз қояды. Үшеуміз де таласып тұр ғой, мен қоям, ана қоям, мына қоям. Әже қояды бәрін. Әжем қайда? Әже! Девушка, әже, шөберенің да, шөпшектің да атын сіз бар кезде өзіңіз қоясыз. Жақсы ма? Алла сол күнге нәсіп етсін. Аман болыңыз.